Богатырь көмір үлкен өндіріс орны, ал оның іргесін қалаған жан кешті еңбек адамдарынан құралған әулеттер. Тұрсынбаевтар отбасының отағасы мен отанасы Сейфулла мен Айгүл іргелі кәсіпорында 40 жылдан астам уақыт табанды еңбек етіп келеді. Сейфуллаға кеншілер әулетінен шыққан. Әкесі Хайрулла мен анасы Бибіназия центральный кенішінде тиісінше экскаватор машинесі мен компрессоршы болып еңбек етті. Ағайы Зекен тартушы агрегаттың машинесі ретінде 37 жыл жұмыс істеп, шахтер даңқы белгісінің толық иегері атанды. Сейфулланың інісі Қуан 18 жыл еңбек етіп, тартушы агрегат машинесінің көмекшісі болды. В этом году исполняется 40 лет со дня свадьбы наших родителей. Они воспитали сыновей Фарида и Руслана, а также дочерей Даяну и Аиду. Сегодня у них 7 внуков и внучек. Семья Турсунбаевых – это династия, которая хранит семейные ценности, передает профессию горняка из поколения в поколение и ставит превыше всего такие понятия, как человечность и ответственность. Сейфуллағаның еңбек жолы Богатырь жүктеу көлік басқармасының Кобыльная станциясындағы жылжымалы кран депосында тартушы агрегат машинисінің көмекшісі ретінде басталды. Отан алдындағы борышын өтеген соң бұрынғы жұмысына қайта оралды. Тартушы агрегат машинистің көмекшісі, тартушы агрегат машинисі, машинист нұсқаушы, Октябрьская депосы бастығының орынбасары, кейін бастығы болып еңбек етсе, қазіргі таңда теміржол жабдықтарын жөндеу дирекциясының бас технологы қызметін атқарып келеді. Я хотел бы охарактеризовать Сейфуллу Хайрулловича как ответственного работника, примерного семьянина, человека, который знает свою работу очень хорошо, умеет ладить с людьми, никаких нет конфликтных ситуаций, умеет всегда так организовать работу, чтобы люди сами стремились ее выполнить. Это немногие могут так сделать. Айгуль Кайрулаевна Турсунбаева построила успешную карьеру от бухгалтера до начальника сектора учета затрат разреза «Богатырь». Сейчас свое свободное от работы время она посвящает внукам. В должности заместителя исполнительного директора корпоративного фонда «Богатырь-Кумир» она координирует работу по оказанию помощи пенсионерам предприятия, а также поддержке сотрудников и их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Тұрсынбаевтар мереке және демалыс күндерін әрдайым бірге өткізеді. Бұдан басқа отбасылық кешкі аста жиі өткізіледі. Әр отырыстың соңында отағасы бата береді. Я Алла жасаған, жамандыққа жазбасын, жақсылыққа бастасын. Мал иесі Хазірет, жан иесі Мұхаммед. Ниетлегімізді Әзірет, ниетімізді қабыл ет. Дастарханыңыз дәм кетпесін, көңіліңізден сән кетпесін. Бір Алла жарылғасын бәрімізді, осы отырған жасымызды, кәрімізді. 12 мүшемізді ауру сүйретпесін тәнімізді. Ағайын туыстар, құдалар аман болып, арамыз суымасын. Балдарымыздың жолы ашық болып, аспанымыз ашық болсын. Президентке тәпік берсін. Алла не берсе қайырмер. Істеген істеріміз, ойлаған ойларымыз ақ жол болсын. Алла тағала жеңілдете берсін. Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар. Аллахумма акбар. В выходные и праздничные дни мы вместе готовим еду, печем сладости, играем в семейные игры, смотрим фильмы и гуляем на природе. Дети и внуки активно участвуют в домашних делах, очищают снег, готовят огород, поливают растения и помогают собирать урожай. Мы многонациональная семья, поэтому стараемся соблюдать как казахские, так и традиции других народов, подавая пример подрастающему поколению. Дедушка и бабушка уделяют внимание воспитанию и развитию внуков и внучек. Альтаир, Диана и Арсен занимаются джиу-джитсу, ММА, плаванием, гимнастикой и хореографией. Ибрагим увлекается футболом, шахматами и робототехникой. Алишер и София посещают секции по боксу, художественной
гимнастике и рисованию. Маленькая Аделина пока ходит в детский сад. Также все они любят придумывать разные игры, снимать трендовые видеоролики и участвовать в интеллектуальных челленджах. Ата, мамандык таңдау оңай ма, қиын ба? Жоқ балам, мамандық таңдау қиын емес, өзіне ұнаса болды. Немерелеріңіздің басқа мамандық иесі болған қалайсыз ба? Мен өзімнің балаларыммен немерелеріме көмір өндіріс жұмыс істеуге қалаймын. Өткені ол энергетика, металлургия, химия өндіріс пайдалы келтіреді ғой. Халыққа отын мен жылу беріледі ғой. Сейфолла ұлдарымен және күйеу балаларымен бірге автокөлік жөндеумен айналысқанды ұнатады. Қыздары Даяна, Аида және келіні Жәмила тәттілер пісіргенді жақсы көреді. Сонымен қатар фуд, гүл шоқтары, шоколадты құлпынай, сыйлық жиынтықтары, шаш резинкілері мен түрлі қолөнер бұйымдарын жасайды. Мен отбасымды жақсы көрем. Бірге жұмыс істейміз, тату-тәтті тұрамыз. Біз богатырмыз. Наша семья активно участвует в благотворительности. Мы угощаем горячим чаем и баурсаками коммунальных работников, трудящихся вне зависимости от погодных условий. Мы оказываем поддержку малообеспеченным и многодетным семьям в виде продуктов питания и одежды. Собранные через коробки добра вещи передаем в фонд «Мама». Мы активно участвуем в субботниках, сажаем деревья и принимаем участие в уборке города. 8 января 2025 года наша семья поздравила и выразила уважение участнице Трудового фронта, долгожительнице Александре Иосифовне Стельмах по случаю ее 100-летнего юбилея. 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады. Бұл еңбектің қадірін, жұмысшы мамандықтарының ел дамуына қосқан үлесін мойындаудың айқын көрінісі. Бұл отбасы осы саланың бір бөлшегі ретінде өз мамандықтарын сүйіп, ел игілігіне адал қызмет еткендерін мақтан тұтады.